Адырбеков көшесіндегі соңғы көрінбейтін құрылыс жұмыстары жұртшылықты шаршатты. Өйткені 2 айдан асық уақыт бойында құрылыс жұмыстары тоқтап тұр. Жөндеуді бастаған құрылысшылар жолдың бәрін қазып, істі аяғына жеткізбей кетіп қалған. Мұндай тірлікке осы көшемен күнде жаяу жүретін жүргіншілер де қапалы. Мен өзім жақын жерде жұмыс істеймін, күніге жаяу өтемін. Ал қазір аяз болғаннан кейін жер құрғақ тұр, қатты болып тұр. Ертең жаңбыр жауғаннан кейін лай болады. Адам жүру невозможно. Мына машиналарды көріп отырсыздар. Қалай өтіп жатыр. Адам жүретін жол жоқ. Адамдарға оңай емес бұл жер. Жеңіл машиналарға да оңай емес. Бірінен кейін біріне жердің өзі прок болып қалады азында. Көлік жүргізушілер де ойдым бұл жолда көлік кептелісі үйреншікті тіршілікке айналғанын айтады. Көшеде жүру адам өміріне қауіпті болып барады дейді. Жақында ғана осы жерде автобустың жол шетіне ұшып кеткеніне куә болыпты. Кеше осы январдың 7 күні мына жерде нөмірі 147 автобус авария болды. Мына орны әлі жатыр мына жерде. Қанша адам зардап шекті. Білмеймін, ол жоғарыдағылар не қарап жатқан. Мен осында күнде жүремін өзім. Не қарай 2 мәрте, былай қарай 2 мәрте, күнде осында пробка. Ал сала мамандары жол жөндеу жұмыстары жоспар бойынша 3 жылға жалғасады дейді. Бұған дейін коммуникация жүйелері жаңартылып, қауіпсіздік дуалдары тұрғызылыпты. Ал қазір қуат жылу орталық 3 мекемесі құбырларын ауыстырып жатқандықтан жұмыс тоқтап тұр дейді. Бірінші кезекте коммуникацияларды ауыстыру қажет. Жолды толық жүргізу үшін, сол үшін мысалы қуат жылу жұмыстарын жүргізсін деп, жол жүру жұмыстары тоқтатылған болатын уақытша. Қуат жылу жұмыстарын жүргізіп болғанша. Сонымен қатар басқарма өкілі бас мердігер мекеме өз бетінше жұмыстарды тоқтатып тастаған мәлімдеді. Сондықтан қазір келісім шартты бұзу мақсатында талап арызбен сотқа шағымданыпты. Ген подрядчик бойынша Казконстракшн жшс сол 2019 жылға бөлінген қаржыға жұмысын атқарды. Кейін жұмыстарды белгісіз себептерден жұмыстарды тоқтатқан үшін басқарма тарапынан оларды сотқа шағым жіберілді. Қазіргі таңда сот процесі жүруде. Одан басқа келісім шартты бұзу бойынша да талап арыз жолданды. Ал мердігер мекеменің өкілі жөндеу жұмыстары әкімдік қаржы бөлмегендіктен тоқтап қалғанын алға тартты. Баланста бір тиыны болмаса да осы айдың 15-іне өз есебінен жұмысын жалғастыратынын жеткізді. Жұмыс жүрмеген, әкімшілікте ақша жоқ. Қазір январь, ертең 15-нен бастап жұмыс басталады. Қаражат былтыр әкімшілікте ақша болмады. Біз істеген жұмыстарға ақша төленбепті. Енді бөлінді ма? Бөлінген жоқ әлі. Бірақ біз жұмыс тоқтатқан жоқпыз, істеп жатырмыз. Айта кетейік, Адырбеков көшесіндегі қайта құру жұмыстары 2019 жылы наурызда басталған. Жобаның жалпы құны 1 миллиард 600 миллион теңге. Соның ішінде жұмыстарды бастау үшін 2019 жылы 226 миллион теңге бөлінген. Алла қандай ғана осы 4 шақырымға жетпейтін жолдың жыры әлі 3 жылға жалғасады. Ботагөз Әбжәлел, Ержан Сейдазимов, Нұрланбек Саидов, Нарньюз.